Oldu sümüktep, еңкілдеп, мен қызды ашып жіберді, қошы айналайын. Жөнімізді балымызды ашайық. Апай, менің тұрмысқа шыққаныма 1 апта болды да, мен әлі көтерген жоқпын. Ой, құдай ай. Осы қазіргі жастарға таң қалам. Ай, шыдасай, 1 апта болыпты ғой тұрмысқа шыққаныңа. Қоя тұршы айналайын, ташып балымызды ашып алайық. Пал не дейді әлі мынау? Мынау кетті. Бұл да болмады. Бәрекелді. Әй! Міне, шықты. 3 ұлың болады екен. Рас айтасыз ба? 3 ұлың болады екен. Енді мына біріншіден бастайық. Біріншінің қандай болады екен? Ой. Не болды, апай? Қарасы шығып кетті, мынаның қарасы шығып кетті ғой. Мына балаң алқаш болады екен. Не деп отырсыз? Енді қай демедік? Пал айтып тұр ғой. Қалайша, қалай? Қарасы шығып кетті ғой. Екінші ұлың қандай болады екен? Астапыралла, ой, мынауың да жетісіп тұрған жоқ. Не болды? Мынауың бау кеспе, ұры болады екен. Ұры, кәдімгі танайтын, қарақшы болады екен. Қалайша бұны қайдан? Қарасы шығып кетіп жатыр ғой, қайта қарасы шығып кетіп жатыр ғой. Әй, ештеңе етпейді, қазір ұрылардың жағдайы жақсы ғой. Қойшы, дәулетті тұрады қазір ұрылар. Ұры болса жаман ба? Үшіншің қандай болады екен? Ойбай, міне, шықты. Рахатты үшінші балаңнан көреді екенсің. Міне, үшінші балаң дәулетті, сәулетті, ақылды, білімді. Үшінші балаң министр болады екен. Рас айтасыз, апай. Министр болады. Рахмет, апай. Рахатты осы баладан көресің. Рахмет. Не ой, апай, мен бірінші, үшінші баламнан бастап тусам бола ма? Сонда қалай? Бірінші министр баламды тусам бола ма? Ой, мақұлға. Қалтаң көтермейді ғой, қалтаң апай, берем. Қанша сұрасаңыз да берем. Шашам, дүние, ақша бәрін берем, апай. Ойбай, онда картаны ауыстырып қайттан ағылайын, бастан ашайын. Міне, 3 ұлың болады екен. Біріншісі министр болады екен. Мына екеуі жаңағыдай болады екен. Болса бола берсін. Мынау. Так, Дүйсенбиева, мен сізге 2 жақсы жаңалығым бар. Оның біріншісі жақсы, екіншісі одан да жақсы. Сіздің ішіңіздегі балаңыздың жағдайы жақсы, уайымдамаңыз оған. Ал екінші жаңалығым, сізде қуанышты жаңалық. Егіз. Сізде егіз. Қалай егіз? Мен қалай екен білмеймін, сізде егіз. Маған егіз керек жоқ. Түсінбедім. Қалай егіз керек жоқ? Біреуін атты сызық бола ма? Бала ойыншық па? Қанша елдер армандап жүр, осы егіз де болмай. Сонда менде ішімде 2 бала бар ма? Әрине 2 бала, егіз болғанда 2 болады ғой. Күйеуім өлтіреді мені. Неге?